Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше даярланатын массовый тирамису рецептімен бөліскім келіп отыр. Торт сөзсіз өте дәмді шығады, сондықтан міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап менімен бірге даярлаңыздар. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан әртүрлі торттар мен десерттердің, тағамдардың мастер-классын таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Бисквит үшін 2 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 60 грамм қант, 50 грамм ұн, 15 грамм жүгері крахмал қажет. 2 дана жұмыртқаға 1 шымшым тұз және қанттың барлығын қосып, оны миксермен жұмыртқа ағарып көпіргенге дейін өз көлемін ұлғайтқанға дейін араластырамыз. Бисквиттің жақсы көтерілуі жұмыртқаға байланысты. Жұмыртқаны араластырып болып миксердің басын көтерген уақытта жұмыртқа баяу ағуы тиіс және оның ізі біршама уақытқа дейін кетпей тұруы тиіс. Құрғақ заттарымыз ұн мен крахмалды венчикпен біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Құрғақ заттарымыз ұн мен крахмалды елеп отырып, бірнеше бөлікке бөліп отырып қосамыз. Бірінші бөлігін қосып, оны силиконовый лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Массамыз біркелкі болған уақытта екінші бөлігін қосамыз. Осылайша мен 3 бөлікке бөліп отырып, қосып, жақсылап араластырып алдым. 18 сантиметрлі форманың сыртын фольгамен орап, оның ішіне дайындап алған бисквитімізді құямыз. Бисквитті 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минут көлемінде пісіреміз. Бисквит пісіп болған уақытта оны міндетті түрде ағаш палочкамен тексереміз. Бисквит суығаннан соң оны пищевая пленкамен орап 4-5 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке салып қоямыз. Шоколадный мусс даярлаймыз. Ол үшін 50 мл кофе, 50 грамм темный шоколад, 35 грамм қант, 6 грамм листовой желатин және 130 грамм сливки қажет. Листовой желатинді алдын ала көп мөлшердегі салқын суға салып қоямыз. Егер порошковый желатин болған жағдайда, оның мөлшерін мен описаниеде қалдыратын боламын. Алдымен кофе даярлап, оны суытып қоямыз. 1 шай қасық кофеге 100 мл қайнап тұрған ыстық суды құйып, кофе ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Шоколад пен қантты бір ыдысқа саламыз, оның үстіне 50 мл ыстық кофені құямыз. 2-3 минут шоколад ерігенге дейін қалдырамыз, одан кейін погружной блендермен толық біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Ісінген листовой желатинді судан шығарып, оны қолымызбен жақсылап сығып аламыз. Бұдан соң осы массамызға желатинді қосамыз. Желатин жақсы араласу үшін тағы да погружной блендерді қолданамыз. Араластырып алғаннан соң толық суығанға дейін бөлме температурасында қалдырамыз. Бисквитті 2 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Бисквитті 16 см етіп, кольцомен кесіп аламыз. Естеріңізде болса, біз бисквитті 18 см формада пісірген болатынбыз. Майлығы 33% сливкиді миксерлейміз. Сливкиді до плотных пиков жеткізбейміз. Ол жұмсақ болып тұруы тиіс, бірақ өз формасын жақсы ұстауы керек. Шоколадты массамыз бөлме температурасында тұрып әбден суығаннан кейін барып, оны сливкимен араластырамыз. Араластырғанда міндетті түрде силиконовый лопатканы қолданамыз. 16 сантиметрлі форманың астына пищевая пленканы тартып орналастырамыз. Пищевая пленка жақсы тез орналасу үшін форманың айналасын аздап сулап алсаңыздар болады. Сонда пищевая пленка формаға өте жақсы жабысады. Форманың ішіне ацетатная пленканы орналастырамыз. Форманың ішіне бірінші бисквитті орналастырамыз. Қалған суыған кофемен пропитка жасаймыз. Үстіне даярлап алған шоколадты муссымызды құямыз. Екінші бисквитке де кофемен пропитка жасап, оны осы мусстың үстіне орналастырамыз. Біз осымен тирамисудың начинкасын даярлап алдық. Енді осы мусс толық қатқанға дейін 10 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Сливочный мусс даярлайтын боламыз. Ол үшін 60 грамм қант, 2 сарыуыз, 1 шымшым тұз, 70 мл сүт, 8 грамм листовой желатин, 60 грамм ақ шоколад, 200 грамм творожный сыр және 200 грамм сливки қажет. Ковшқа 1 шымшым тұз, қанттың барлығын салып, оған 2 дана сарыуызды қосып, оны біркелкі болғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Сүтті ысытып аламыз, оны осы массамызға аз-аздан құя отырып, венчикпен үздіксіз араластырамыз. Осы массамызды газға қойып, үздіксіз араластырып отырып, қоюланғанға дейін жеткіземіз. Қоюлығы шамамен видеода көрсетілгендей болуы қажет.
Осы массамызға ыстық күйінде ісінген желатинді қосып, біркелкі масса болғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Ақ шоколадты водяной бане ертіп алып, осы массамызға қосамыз. Оны погружной блендермен жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Осы массамыз толық суығанға дейін бөлме температурасында қалдырамыз. Сливкиді миксердің көмегімен араластырып аламыз. До плотных пиков жеткізбейміз, жұмсақ болып тұруы қажет. Видеода жақсы көрсетілген до мягких пиков араластырамыз. Суыған заварная массаға творожный сырды қосып, оны блендердің көмегімен біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осы массамызды сливкиге қосып, барлығын силиконный лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Он 8 сантиметрлі форманың астына пищевая пленканы ораймыз. Ішіне ацетатная пленканы орналастырамыз. Дайындап алған тирамисудың начинкасын морозилниктен шығарып, оны формадан ацетатная пленкадан шешіп аламыз. Дайындап алған 18 сантиметрлі форманың ішіне дайындап қойған сливочный мусстың барлығын құямыз. Қатып тұрған тирамисудың начинкасын мусстың ортасына орналастырып, оны қолымызбен батырамыз. Жан-жағындағы мусты бисквитпен бірдей етіп, тегістеп шығамыз. Лопатканы қолдансаңыздар болады. Енді осы муссовый тортымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, оны морозильникке 12 сағатқа салып қоямыз. Мусс толығымен қатуы тиіс. Торттың бетін сәндейтін крем-чиз даярлап аламыз. 200 грамм творожный сырға 50 грамм сахарная пудра және 80 грамм сливкиді қосып, оның барлығы біркелкі болғанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Морозильникте 12 сағат тұрып, әбден қатқан муссовый тортты шығарып, оны формадан, ацетатная пленкадан, пищевая пленкадан шешеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, подставканың көмегімен төңкеріп аламыз. Дайындап алған креммен вупипайдың насадкасын қолданып, торттың бетін сәндеп шығамыз. Ситоның көмегімен бетіне какао сеуіп шығамыз. Торттың бетін өздеріңіз қалауыңыз бойынша әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Мен бетіне миндальный лепестки сеуіп шықтым. Морозильниктен шыққан қатып тұрған тортты толығымен холодильникте ерітеміз. Шамамен 4-5 сағат көлемін алады. Осымен біздің өте ерекше, өте дәмді муссовый тортымыз дайын. Сіздер де осы рецепті пайдаланып, міндетті түрде даярлап көріңіздер. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.